Сәлем балақай. Бүгінгі математика сабағынан орындайтын тапсырмаларымыз бұл 68-ші сабақ есептер шығару. Қане оқулығымызға назар аударайық. Бірінші тапсырмада есепті оқы. Шартын, сұлбасын толтыру үшін қандай деректер қажет? Ұшу кезінде балалар ойын ойнады. Әлия 10 қаланың, Сырым 20 қаланың атауын айтты. Екеуі бірге неше қаланың атауын айтты? Есептің беруін қысқаша жаз, немесе сұлбалардың біреуін толтыр. Қане, бұл жерде Әлия 10 қаланың атауын айтты. Бұл жерге 10 қала деп жазамыз. Ал Сырым 6 қаланың атауын айтты. Сонда барлығы қанша? Шешуін табу үшін біздер 10-ға қосамыз 6-ны. Тең болады 16. Жауабы 16 қалан. Қаланың атауын айтты. Бұл жерде толтыратын болсақ, 6, бұл жерге 10, бұл жерде барлығын табу үшін шығардық, 16 болды. Немесе бұл жерге 6, немесе 10 деп жазамыз. Және 6 тең болады 16. Келесі берілген сандардың ішінен кез келген екі санды таңдап есеп құрастыр, оны шығар дейді. Бұл жерде жоғарыдағы мысалды алсақ болады. Мысалы, Әлия 20 қаланың атын айтты, Сырым 40 қаланың атын айтты. Сонда барлығы қанша қаланың аты айтылды? 20-ға 40-ты қосамыз. Тең 60, барлығы 60 қаланың атауы айтылды деген сияқты, мысал ретінде. Келесі, екінші есепті шығар, есепке сәйкес сұлбаны таңда. Энциклопедияда 50 мемлекеттің туы берілген. Сырым 30 елдің туын есіне сақтап алды. Ол әлі неше елдің туын есіне сақтауы керек? Сен қандай мемлекеттің туын білесің? Қане, бұл жердегі есеп қайсысы сәйкес келеді? Сызбаның мына сызба сәйкес келеді. Өйткені бұл жерде барлығы 50 берілген, оның 30-ын есіне сақтады және нешеуі қалды. Мына жерде қарайтын болсақ, біздерде мына сызба сәйкес келеді. Шешуін табатын болсақ, шешуі, оны табу үшін біздер 50-ден азайтамыз 30-ды. Тең болады 20. Жауабы 20 елдің туын есінде сақтауы қажет. Келесі үшінші тапсырма. Бортсеріктер жолаушыларға сусын ұсынды. Әр қайсысы неше литр сусыннан әкелді? Салыстыр. Оны біздер білу үшін бір-біріне қосып шығамыз. Бірінші бортсерік барлығы 9 литр сусын әкелді. Келесі, бұл жердегі екінші бортсерік барлығы 9 литр сусын әкелді. Бұл екеуін салыстыратын болсақ, екеуі тең, тек қана бұл жердегі сусынның көлемінде. Бос түркөздер мен глобустардағы сандарды ата. Қане, орындаймыз. 10 қосылған. Бұл 30 болу үшін қандай сан болу керек бұл жерде? 30 болу үшін бұл жерде 20 болу керек. 10 қосылған 20 тең 30. 60 болу үшін бұл жерде 30 болу қажет. Келесі 100 болу үшін бұл жерде 40 деген сан болу керек. Келесі 100-ден азайтамыз. Азайтқан кезде 10 болу үшін бұл жерде 90 деген сан болады.
келесі 10 азайтылған 3 тең болады нешеге? 7. 7 қосылған 2 тең болады 9. 9 азайтылған 3 тең болады 6. 6 азайтылған 3 тең болады 3-ге. Жақсы балақай, бүгінгі тапсырмалар аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.